Бала шықса кім кінәлі деп сұрапты біреу қарттан. Бала шықса анасына қарайды, ал ана ашықса күйеуіне қарайды. Демек, бала шықса әкесі кінәлі. Еркек отбасын асыраушы. Отбасының жағдайына отағасы жауапты деп нақтылапты Дана қарт. Өкінішке орай, бүгінде көп отбасының асыраушысы әйел. Қоғам бәріне әйелді кінәлайды. Иә, бала базарда жүгері сатса да, күйеуі ішіп кетсе немесе басқа келіншекпен әуейі болса да, тіпті жұмыссыз үйінде жатса да, әйелге саусақ шошайтып, сен жақсы болсаң, бұлар осылай жүрер ме еді дейді. Үй шаруасы, бала тәрбиесі, бала қауіпсіздігі, олардың кір-қоңын жуып таза ұстау, келім-кетімді күту бәрі онсыз да әйелдің міндеті. Балаларын әрең тәрбиелеп отырған әйел күйеуінде тәрбиелемейтін шығар. Қайынбикелерім, ініміз жұмыстан шығып қалыпты, басқа жұмыс тауып берсей дейді әр келгенде. Ал енем саған үйленгенше ішпеген, темекі тартпаған, пысық бала еді деп мені кінәлап отыр. Әркім жан-жақтан кінә арта берген соң менде өз-өзімді жазғыратын әдет пайда болды. Содан барлығын өз иығыма артып білек сыбандым. Кішкентайым 1 жаста, одан үлкен 2 балам бастауыш сынып оқушысы. 2 жылдан бері жұмыссыз жүрген күйеуіме мен жұмыс істесем, сен балаларға қарап, тамағын беріп үйде отырасың ба деп сұрадым. Өйткені қарызымыз көбейіп кетті. Ол иә деп келіскен соң жұмыс іздестірдім. Дипломым жоқ болған соң, қолымнан келетін іс бойынша әр тойханада жұмыс істеп жүрдім. Аспазбын. Бірақ жап-жақсы жұмысымнан шығуыма тура келді. Өйткені күйеуім үйге достарын шақырып, уайымымды көбейтті. Қазір неше түрлі жағдайлар болып жатыр. Қыздарымды ойлап алаңдап жұмыс істей алмай жүрмін, достарыңды үйге кіргізбейші деп түсіндіріп айттым. Жаман жаңалықтарды оқи бермесейші. Менің достарым ондай емес деп тыңдамады. Карта ойнап сыра ішкеннен басқа еш нәрсе білмейсің. Тым болмаса қоқысты төгіп, балалардың қарнын тойғызып қойсан қайтет деп ұрысып та айттым. Тамақты таң азанымен тұрып пісіріп кетем. Суыған соң тамақты тоңазытқышқа салуға ерінетін адамнан не қайыр, не үміт. Қаншама рет ашытып алды тамақты. Соңында видео қоңырау шалып тамақты тоңазытқышқа салдыратын болдым. Ал үзілген нандарды қайтадан пакетке салуды үйрете алмай-ақ қойдым. Мек ілгенше нан қатып, сары май еріп үстел-үсті жиналмай жатады. Тіпті 1 жасар балам түнгі дейін бүлдірген жүргегімен жүре береді. Оған күйеуім уақытылы ботқасын беріп те жарытпайды. Ұрса шаршадым. Күйеуімнің маған ғана емес, балаларына да жаны ашымайтынына, өзгермейтініне көзім жетті. Бір күні мазам болмай жұмыстан ертерек сұранып кеттім. Үйге келсем, сыртқа есік ашық жатыр. Балам есік алдында жерде ұйықтап жатыр. 2 қыз жоқ. Ал күйеуім балаларға пісіріп кеткен тамақты ортаға қойып, 2 досымен сыра ішіп отыр. Үй көк түтін, үшеуі де темекі тартып, карта ойнап арасында боқауыз сөздермен бір-бірін балағаттап күледі. Ауырып тұрғанымда бұл көрініс ашуымды келтірді, күйіндірді. Өзімді ұстай алмадым. Балаң далада жатыр, мен саған сеніп жүрген ақымақ екенмін деп айқайлап үйге кірдім. Аузыңды жап деп ұмтыла берген күйеуіме қарай бөтелке лақтырдым. Қашып үлгерді, терезе сынды. Кетіңдер, сен де кет деп айқайладым. Сол оқиғадан соң күйеуіме балаларды сеніп тастап кете алмадым. Бала бағушы ма, ол туралы да ойландым. Бірақ күйеуім ас кезінде оған жаман сөз айтып қоя ма, тиісе ме деп қорқам. Амал жоқ, жұмыстан шықтым. Күйеуім де үйде. Ол күні бойы ұйықтайды, кино көреді, әлеуметтік желілерде отырады. Әйел үшін 12 мүшесі сау азаматының жұмыс іздемей, тірлік істемей үйде жатқаны да бақытсыздық екен ғой. Оның әр сөзі, жай жатысының өзі жүйкемді жұқартып, ашуымды келтіреді. Кімге керек бұндай күйеу? Ешкімге, маған да керек емес. Ажырасамын деп шештім. Ал сіз менің орнымда болсаңыз, не істер едіңіз?